Бүгін Орданың ойындамыз. Орда, егер бүгін ұтылсаңдар, точно газель айдайсыңдар. Ассалаумағалейкум Орда фандар. Мынау бүгін Ордабасы Диферданш қарымта ойыны. Шымкенттегі атмосфера әзірге осындай. Билеттер еркін сатылуда. Ордабасыға Шымкент әкімшілігі жақсы жағдай жасаған бүгін. Мынау LED экран қойып қойған жанкүйерлерге және тәртіп сақшылары жүр. Ордабасы мынау бүкілмекерлік кеңселерде коэффициенті сағат санап төмендеп келеді. Қазір Ордабасының жеңісіне 1,6 коэффициент беріп жатыр. Бұл деген сөз Ордабасы бүгін жеңіске жетеді деген сөз. Әлде тағы да ұятқа қалдыра ма? Қалай ойлайсыздар? Люксембург елінен келген команданы бағана бір-екі спорт сайттары бір күлкі қылып жазып жатыр. Біреуі бухгалтер екен, біреуі жаңағы поштада істейді екен, ең жалақысы көп ойыншы 2000 евро алады екен деп жатыр. Осы команданың Ордабасы ұтамаса, шынымен ұят жағдай болатын сияқты. Элеонора, сен қанша уақыттан бері осы Техас Фанстың өкілісің? 2,5 жыл болып қалды уже. 2,5 жылдан бері осы жаңа Техас Фанстың Ордабасының әр ойынына қатысасың ғой? Я, әрине. Ал енді бүгінгі мынау ойын алдындағы өзіңнің ойын қандай? Біздікілер енді жеңіліп келе жатыр, но бүгінгі ойын жеңеді деп ойлаймын мен. Жеңеді, құдай қаласа. 270 минут болған Ордабасы Евро кубокта әлі гол соқпады. Бүгін сала ма? Салады бүгін. Бүгін салу керек. Бүгін салмаса енді ұшып кетеміз. Ал егер де Ордабасы сәтсіздікке ұшырап жатса, келесі ойында да келіп қолдайсың ба? Әрине қолдаймын. Мен Ордабасын ешқашан сатып кетіп қалмаған. Ордабасыға. Ордабасы тек қана алға, Ордабасы құдай қаласа осы жылы КХЛ-ді алады деп ойлаймын мен. Бүгін Еврода гол соғады деп ойлаймын. Жақсы. И барлығымыз бірге дыбысымызды бар екеніміз көрсетейік. 1, 2, 3, Шымкент! Командаларды қарсы алыңыздар. Ордабасы Диферданш матчының бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-1. Мінекей 315 минут болды, Ордабасы әлі гол соққан жоқ. Бұл жерде айта кететін нәрсе, мынау төрешінің бір кей кезде бір күмәнді шешімдер шығарып жатыр. Одан кейін негізгі қақпашы Шайзаданы ойынға әлі дайын емес сияқты көрінеді. Мүмкін Игнатьевич тұра бергенде болар ма еді. Мынау Дарбоның керемет мүмкіндігі жаңағы бірінші таймдағы гол салмаған. Әзірге мынау Садовский, Исламхан, Умаровтар екінші таймға жаттығып жатыр. Алаңға шығатын шығар осылардың біреуі, егер біз ойлағандай нәтиже болмаса. Әзірге нәтиже көңіл көншітетін емес. 1-1 автогол көмектескен бізге. Айттым, тағы да Ордабасы әлі 315 минуттан бері гол сала алмай келеді. Özüm
Шымкенттегі драма Шайзадаға 4 соққы, дәл соның 3-і гол болды. Не айтуға болады енді? 10 ойыншыман қалған Дюферданыштан 1 гол жіберіп алды. Кезек пенальтилар сериясына жетті. Дәл осы сәтте Ордабасы жеңіліп жатса, ешқандай таң қалуға болмайды. Шайзадаға өкпем қара қазандай деп айтсам болады. Бір пенальти саламадық, 10 ойыншыман қалған Дюферданыштан пенальтилар сериясына жеттік. Енді сәттілік күтеміз. Tarixte kalan bu oyunun kuvageri болған сіздер. Қолдауларыңызға рахмет. Ағы сәтте Шайзаданы кішкене сынға алған едім. Мінекей 7 соққының 6 соққының ба? Так, 3-еуін қайтарды. Бірақ Садовский ерледі бұл жерде. Ордабасы осы драмаман есте қалады. Конференция лигасының келесі кезеңіне өтті. Бірақ бүгінгі ойын өте ұятты болды. 10 ойыншыман қалған әуесқой, жартылай әуесқой команда деп айтсақ болады. Дюферданыш Люксембург командасын әрең деп пенальтилар сериясында артта қалдырды. Жарайсыңдар, бүгін стадион лық толмады. Бүгін Ордабасының нағыз жанкүйерлері келді. Көптеген жанкүйерлердің көңілі қалған сияқты. Дегенмен Ордабас командасы қанша 270 минут гол салмай, негізгі голдардың бәрін осы Дюферданышқа алып қалған екен. Бірден 3 гол салды. Міне, жарайсыңдар, келесі кезеңде одан да ары қарай өтуіне Ордабас командасына біз әрдайым Шымкенттер жанкүйері атынан тілектеспіз. Ордабасы алға.